Мамыр айының басында жер заңнамасын өзгерту жөнінде заң қабылданды. Заңда ауыл шаруашылық жерлерін жеке меншікке және шетел азаматтарына жалға беру туралы нормалар қарастырылмаған. Бұл туралы баспасөз отырысындағы брифингте айтылды. Жиын барысында жер заңнамасына байланысты қазақстандықтарға ауыл шаруашылық жерлерін жалға беру институтын сақтау, сондай-ақ халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін елді мекендер маңындағы жайылымдардың алаңдарын анықтау сияқты толықтырулар сөз болды. Ну что, основополагающим документом у нас сейчас... 4 мамыр күні парламент жер заңнамасымен өзгерту туралы нақты шешім қабылданды. Оның ішінде құзыреттіліктерді бөлу және ауыл шаруашылық жерленіп, шетелдік азаматтарға уақытша пайдалануға беру сияқты мәселелерді қарастырдық. Бұдан басқа ауыл шаруашылығы жерлерінің үлкен мөлшерін бір қолға беруге жол бермеу мақсатында қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл шаруашылығы жерлерінің ең жоғарғы мөлшерін алқаптар бойынша республика, облыс әкімшілік аудандар шегінде белгілеу қарастырылды. Сондай-ақ заң жобасымен шекара белдеуінде ауыл шаруашылық жерлерін беру талаптарын күшейту жоспарланған. Онда шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға жерді иеленуге шектеу қойылған.